Түркияның келесі президенті кім? Президент ауысса, Түркия мен Қазақстан арасындағы қатынас өзгере ме? Балалар үйін жауып, бала асырап алушыларға 1 миллион теңге бөлінсе, бұл тиімді бола ма? Қарастырып көрейік. Бастамас бұрын арнаға жазылып, қолдау білдіруді сұраймын. Кеттік. НАТО одақтастарымен Еуропалық одақпен қарым-қатынас күрделеніп, экономикалық жағдай қиындап, жер сілкіністеріне байланысты оңтүстік шығыс аудандары күйреп жатқан жағдайда Түркия өзіне жаңа көшбасшы таңдай ма, әлде ескі билікті қалдыра ма? Бұл сұрақ бүгінде барша әлемді толғандыруда. 14 мамыр күні Түркияда президенттік сайлау өтті. Бірде-бір кандидат бірінші кезеңде 50% дауыс жинай алмағандықтан 28 мамырға екінші кезең бекітілді. Биліктегі президент Ердоған 49% жинаса, оның басты қарсыласы Кылычдароглу 44% дауыс жинады. Бұл екінші кезеңнің қызу өтетінін білдіреді. 20 жыл бойы билікте отырған Ердоған елдегі экономикалық дағдарыс пен ақпан айында орын алған жер сілкінісінен кейінгі біршама әлсіреген беделіне қарамастан 5 жылдық мерзімге қайта сайланғысы келеді. Сайлау алдында өткен біршама сауалдар Кылычдароглу жеңіске жетеді деп көрсеткен еді. Бірақ Ердоған әлі де халықтың сеніміне ие екендігін көрсетті. Түрік бұқаралық ақпарат құралдарында үкіметті қолдайтын басылымдар басым. Сыртқы комментаторлар сенімді ақпараттың жоқтығын және партиялар мен кандидаттар үшін тең жағдай жасалмағанын сынады. Соңғы жылдары Ердоғанның Еуропалық одақпен қарым-қатынасы онша емес. 2018 жылы Түркияның Еуропалық одаққа кіру бойынша келіссөздерді тоқтатты. Ал Кылычдароглу Түркияның НАТОдағы одақтастарымен қарым-қатынас деңгейін қалпына келтіруге ант берді. Сарапшы экономистердің айтуынша, Түркия НАТО мүшесі болғанымен НАТОның құрамында емес. Бүгінде Түркия Ресеймен, Қытаймен, шығыстағы кейбір елдермен бірігіп жатыр. Сондықтан ол қазір батыс әлемінің бөлігі санала алмайды, әрі бөлігі болуға тырыспайды да. Түркия өмір сүру құны дағдарысынан қатты зардап шегуде. Соңғы мәліметтер бойынша инфляция шамамен 44%-ды құрайды. Әрине бұл 22 жылдың қарашасында орын алған 86%-дан төмен көрсеткіш. Дегенмен халықтың өмір сүру деңгейі қатты әсер етіп жатқаны сөзсіз. Жалпы бірінші кезеңнің нәтижелеріне көз жүгіртсек, Ердоғанның көбінесе ауылды жерлердің тұрғындары, ал Кылычдароглу ірі Стамбул, Анкара, Анталия сынды жерлер қолдағаның. Әрі ұлты күрд болғандықтан Түркияда тұратын шамамен 15 миллион күрд халқы да қолдау білдіргені айтылды. Қазір Қазақстан үшін де, Орталық Азия үшін де басты сұрақ, егер билікке бағытын батысқа бағыттаған Кылычдароглу келсе, Түркияның халықаралық қатынасы қалай өзгереді? 20 жылда Ердоған Түркия мен ақш арасындағы қатынасты нашарлатқаны белгілі, әрі түрік халықтарын біріктіруді ниет еткен ұлы Тұран идеясын ұсынған еді. Ал Кылычдароглу Түркияның Еуропалық одаққа кіруін, НАТОдағы орнын нығайтуға және парламенттік басқару үлгісіне көшетінін айтты. Әрине, Түркия Орталық Азия елдері үшін экономикалық тұрғыда басты серіктес болғандықтан, ол елдің сыртқы саясатының өзгеруі барлық сауда-экономикалық қатынастарға әсер ететіні белгілі. Бірақ басым сарапшылар Түркияның президенті ауысса да сыртқы саясаты өзгермейтінін айтып, Қазақстан мен Түркия арасында орнаған қарым-қатынас жалғасын табатынын мәлімдеп отыр. Жетім көрсен жебей жүр деген сөзді алға тартқан Ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясы фракциясының мүшесі Қарақат Әбденнің ұсынысын талқылап көрейік. Депутат премьер-министрдің орынбасары Алтай Көлгіновке жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар туралы жолдаған депутаттық сауалында балалар үйі жетім баланы тиімді әлеуметтендіруге қауқарсыз. Осыған байланысты мемлекет бұл мекемелерді қысқартып, бірте-бірте жабуға мүдделі болуы керек. Оның орнына баланы асырап алғысы келетіндерге жақсы жағдай жасау қажет деді. Қарақат Әбден бала асырап алуға жасанды кедергі жасау фактілерін атап өтті. Әрбір балаға 1 миллион теңгеге жуық қаржы бөлінеді. Басшылық сол ақшадан айырылғысы келмейді дейді. Сол себепті патронаттық отбасылар институтын дамыту тиімді болады. Патронаттық отбасы институтын құру үшін ең алдымен қаржыландыру, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қажетті отбасыларды тауып, тәрбиелеу мәселелерін шешу қажет. Дегенмен балалар бұл ұзақ процестен зардап шекпеу керек. Меніңше патронаттық отбасылардың пайда болуы өте жақсы бастама, дейді Қарақат Әбден. Қазірдің өзінде баланы патронаттық тәрбиеге алып, артынан тәрбиелеуге күш-жігері жетпей, қолынан келмей қайтарып отырғандар қаншама. Депутаттың өзі 18% бала қайтарылып жатқанын айтты. Ертең 1 миллионға жуық ақша берілетін болса, қоғам бұны бизнеске айналдырып алмайтынына кім кепіл? Нәтижесінде әдеттегідей бала зардап шегіп, бала қиналады. Одан да балалар үйінің жұмыс жүйесін қайта қарастырып, ашықтықты қамтамасыз ету керек. Бала құқығы бойынша уәкілетті Аружан Сайын да патронаттық отбасы мен балалар үйінде тәрбиеленетін балаға бөлінетін қаражаттың ара жігі үлкен екенін айтты. Оның айтуынша, өткен жылы отбасыда тәрбиеленетін балаға 402 мың теңге, ал балалар үйіндегі баланы асырауға 5 миллион бөлінген. Бірақ бұл сомаға тәрбиешілердің, әлеуметтік педагогтердің, медициналық қызметкерлер, жалпы мекеменің барлық персоналының еңбекақысы, киім-кешек, тамақ, дәрі-дәрмек, жеке заттардың төлемі кіреді. Сол себепті мәселені басқа жағынан қарау керек. Мәселе балалар үйіне бөлінетін қаражатты бақылау, ашықтықта.
Мекеме басшысы мен бухгалтерлерге бір көзден сатып алуды жүзеге асыруды қою керек. Ол үшін алдымен Қаржы министрлігі мемлекеттік сатып алу порталының жұмысын реттеп, тауар сапасына қатысты сұрақты шешу керек. Осы жерде қоғамды мазалайтын бір жайтты қозғаған дұрыс. Ол балалардың сапасы төмен, бірдей, кейде жасына да, талғамына да, заман талабына да сай келмейтін киім сатып алу мәселесі. Ол жерде де бухгалтер не болмаса мекеме директоры өзі таңдап алған заты емес. Ол ұяты мен ары жоқ тапсырыс орындаушылардың жасап отырғаны. Айтпақшы, менің балалар үйінде жұмыс жасайтынымды білесіздер. Әрі бізде қамқорлық кеңес деген бар. Мекеме жұмысын тексеретін комиссия. Бірақ құрамында нақты осы салада жұмыс жасайтын, проблеманы білетін бухгалтер, әлеуметтік педагог, патронатты баланы асырап алған отбасы мүшесі, жетім, әрі ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар тәрбиелейтін мекеме басшысы, қызметшісі емес. Ол жерде сырттан келгендер отыр. Ал бұл ертең қандай нәтиже бермек? Сұрақ. Жалпы халықпен жұмыс жасауды тоқтатпау керек. Қалай болсын ақша жымқыру, оңай ақша табуды ойлайтын емес, саңалы ұрпақты тәрбиелеуге барынша тырысып бағу керек. Бірі мемлекеттік мекемеде баланың ақшасын жеп, енді бірі асырауға бөлінген ақша үшін өтірік жанашырлық танытып, баланы пайдаланып қалмау керек. Ар ұяты бар, жемқорлыққа бармайтын, ертеңгі күні сөз бостандығы бар, сайлау әділетті өткізілетін елде тұратын ұрпақты тәрбиелеу біздің қолымызда. Сол себепті кінәні сырттан іздемей, әркім өзінен бастаса, ел ертеңі жарқын болмақ дегім келеді. Бүгінге айтар ой осы. Алып қосарларыңыз бар болса, видео астына комментарий қалдыра отырыңыздар. Сіздермен болған әдетінше мен Шолпан Сағадат. Келесі кездескенше.